Бүгінгі сабағымызда кішкентай қыздарға арналған ақшақардың көйлегін тігетін боламыз. Мен осындай көк түсті мата таңдап алдым. Ішінде жұлдыздары, шыршалары, жаңа жылдың бейнелері бар, узорлар. Және де мен қызымның осындай күн етек юбкасына және де осындай ақ кофтасына арнап салдым. Яғни осыған салып пішіп алдым. Менікі юбка және кофта ретінде болады, екеуі екі бөлек. Осылай барлығын пішіп алып машинадан тігіп бастаймыз. Ең бірінші кофтамыздың осындай иықтарын тігіп аламыз. Екі жағында тігіп шығатын боламыз. Келесі кезекте жеңді кофтаға орнатамыз. Жеңнің дәл ортаңғы тұсын және де кофтаның иықтағы ортаңғы тұсын тауып аламыз. Енді екеуін бір-біріне қаратып қосып шығамыз. Ортаңғы тұсынан бастап. Осылай екі жеңді орнатып болғаннан кейін біз ортаңғы бел тұспен жеңнің астыңғы тұсын біріктіріп қосып шығамыз. Ол үшін жеңнің осындай ұшын және қолтық ойындысын барлығын біркелкі етіп теңестіріп аламыз. Және де жеңнің ұшынан бастап машинаға салып осылай тігіп шығамыз. Қолтық ойындысын тігіп бара жатқан кезде бір рет, екі рет закрепка беріп өтемін. Одан кейін түзу тігіспен тігіп шығамын. Және де дәл екінші бетті де дәл осылай қайталайтын боламын. Біз енді келесі кезекте юбканы тігетін боламыз. Юбканы тігу үшін алдымен осындай арнайы дайындалған белдігімізді юбкамызға қосып шығамыз. Бізде юбка күн етек болғандықтан біз бірден белдікті тіге береміз. Белдікті тігу үшін осылай өзімізге қажетті тұстан белгілеп, машинкаға қойып, бір рет, одан кейін тағы да ішке қарай бір рет қайырып тігіп шығамыз. Келесі кезекте юбкамызға осындай жіңішке резинка өткіземіз. Арнайы осындай резинка өткізуге арналған кішкене орын тастап кеттік. Осыны түйреуішке қадап алып, солай өткізіп шығамын. Резинканы өткізіп болғаннан кейін машинада қосымша тігіспен тігіп шығамын. Үстіңгі бөліктегі мойын ойындысын, етектің астыңғы жағын барлығын қайырып тігіп шыққаннан кейін енді біз киіміміз сәндеуге кірісеміз. Мен осындай үлпілдектер сатып алдым. Оны осындай кәдімгі ыстық желім, ыстық пистолеттің көмегімен осылай кішкене ғана желімді жағып алып, аз-аздан қаттырақ басып отырып жабыстырып шығамын. Бұл үлпілдектер, пухтар біздің киімімізге әдемілік, ерекшелік, сәндік беретін болады. Нағыз киіммен үйлесетін әдемі бұйым деп айтсақ болады. Енді келесі кезекте біздің жоғарғы жақтағы кофтамыздың алдыңғы мойын жақ бөлігіне де осындай әдемі үлпілдектермен, пухтармен сәндеп шығамын. Осымен біздің көйлегіміз дайын, осындай әп-әдемі нұсқада шықты. Қызыңызға осылай тігіп берсеңіз болады, өте оңай. Сіздің бұлай тіккеніңізді көріп, қатты қуанатын болатынына сенімдімін. Барлығыңызға сәттілік. Видеоларым ұнаса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Дәл осы видеодағыдай ақшақардың ободогын да жасап, видеоға салғанмын. Алдыңғы видеолардан қарап, көріп жасасаңыз болады.